Еуропаның шығыс бөлігінде омикрон жұқтырғандар саны көбейіп жатыр. Осыған байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы карантиндік шектеулерді толық алып тастау ерте екенін айтып дабыл қағуда. Соған қарамастан, Еуропа елдер бірінен соң бірі коронавирус талаптарын жеңілдетіп жатыр. Мысалға, Австрияда қоғамдық орындарға барғанда ПЦР тест талап етілмейді. Кипр вакцина алған туристерге біршама ережелерді жеңілдетпек. Ал Дания болса, Еуроодақ елдер арасындағы барлық шектеулерді толығымен тоқтатқан алғашқы ел. Соңғы 2 жыл ішінде Еуропаның шығыс бөлігіндегі 6 елде инфекция 2 есеге өсті. Осылайша омикрон шығысқа қарай жылжып бара жатыр. Вакциналау әлі күнге дейін аурудың алдын алудағы тиімді құрал болып отыр. Елдегі жағдай бойынша бүгін Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары жасыл аймаққа өтті. Эпидемиологиялық бақылау матрицасына сәйкес қауіпті аймақта Алматы қаласы мен солтүстік өңірлер тұр. Жалпы елде өткен тәулікте 1300-ден аса тұрғын вирус жұқтырған, оның 400-ден астамы яки басым бөлігі оңтүстік Астанаға тиесілі. Ал ең аз көрсеткіш Түркістан облысында, онда 2 адам ауруға шалдыққан.